сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Өткен сабақта біз сіздермен картинаның табанын тоқып шыққан болатынбыз. Енді біз қабырғасын, осы сабағымызда біз қабырғасын көтереміз. Кешегі сабақта мен қысқа стойкаларды қиып өсіріп шықтым, үлкендерін қалдырдым. Мен бұл жерде екі түрлі жолмен өсірдім. Біреуі жаңағы рабочий трубочкаларды өсіреміз ғой тоқу барысында, сол сияқты қылып үш бұрыш қылып қиып алып, соған кигізіп клеймен солай өсірдім. Кейбір жерлерін түбінен қиып тастап, оны бүйтіп басыңқырап, қайшы немен майыстырып тастаймыз да, соның үстіне кигізіп, кейбір жерлерін сөйтіп өсірдім. Кейбір жерлерін жаңағыдай міне екі түрлі жолмен өсіріп шықтым. Бұл жерде қатып қалған заңдылық жоқ, әркім қалай қалайды, солай өсіре береді. Енді біз қазір оны өсіріп болғаннан кейін мен обязательно бір форма керек болады. Мен курсымда айтқан болатынмын. Любой картинаны тоқыған кезде біз міндетті түрде қандай формада тоқимыз, сол формамызға сәйкес келетін форма тауып алуымыз керек. Сол форманың көлемімен, табаны қандай, қабырғалар қандай, сондай примерно сондай форма обязательно міндетті түрде керек. Содан кейін мен мынандай картинамды форма қылып алдым. Кейін қабырғаларымды прямой көтеріп, барлық жағын көтеріп, менің өзім мынандай резинам бар. Осы резинаға кигізіп қойдым. Негізі әркім әртүрлі нәрселер пайдаланады. Скотч, бумажный қағаз скотч жапсырса да болады, немесе прищепка жапсырса да болады. Әйтеуір осындай көлемде ненің форманың көлемін алатындай қылып, осы қабырғаларымызды тікейтіп, бір сағаттай ма, жарты сағаттай қойып қоюымыз керек. Сол кезде бізге тоқу ыңғайлы болады. Қабырғалар осылай тікейіп, былай көтеріліп, осы форманы алып қалады. Енді біз мына бір нелерді тоқыған, қиған жерлерімізді жабу үшін қазір біз курста өттім. Курста қыздар біледі, веревочка в 3 трубочки дейді. Негізі көп мастерлар осы картиналардың төменгі жағын сол веревочка в 3 трубочкамен тоқып шығады. Содан кейін бар, уже ары қарай басқа узорлармен тоқып кетеді. Қазір ол үшін не істеймін мен? Мына ненің бас жағын кішкене қиып жіберемін. Барлық трубочкаларды мына жұмсақ бас жағы болады, сол жерлерін басып, майыстырып кішкене қиып жібереміз да, мына үшеуінде. Сонымен бұл жерде момент клей жақсы, себебі момент клей тез қатады. Так, мына сол басына момент клей жағып аламыз да. Так, енді любой неден бастаймыз. Любой стойканың артына жапсырамыз. Так, мынандай қылып төменгі жағынан жапсырса да болады, немесе ішкі жағынан. Давайте біз ішкі жағынан жапсырамыз. Ішкі жағынан сәл бір неге кіргізіп жібересіздер да. Үш трубочканы, үш стойканың бірінен соң бірі келеді, мынандай көрші стойкаларға, үш стойкаға жапсырып шығамыз. Так, мына осылай жапсырып шықтық. Көрдіңіздер ме? Үш стойкаға жапсырып шықтық. Кішкене күтеміз енді. Так, мен кешегі неде курсымда осы тоқыманы былай тоққан болатынбыз. Мына бірінші трубочканы, бірінші, екінші стойканың алдынан өтіп, келесі трубочкалар бар, солардың үстінен өтіп барып, үшінші стойканың артынан шығарамыз. Бұл тоқыманың принципі солай. Мысалы, алдыңғы тоқымаларымызда каждый келесі стойканың артына солай өткіземіз. Бұл жерде екі стойканы өткізіп барып, үшінші стойканың артынан шығарып отырамыз каждый немізді, каждый трубочкаларымызды. Біз енді бүгінгі сабақта бірінші стойканы, бірінші трубочканы екі трубочканың астынан өткізіп барып, үшінші стойканың артынан өткіземіз. Сол кезде біздің жаңағы өсірген нелеріміз, өсірген стойкаларымыздағы жаңағы қиған жерлеріміз бәрі көрінбей кетеді. Так, мынаның астынан өткіземіз. Так, астынан өткіземіз. Мына екі стойканы өткізіп барып, үшінші стойканың арт жағына өткіземіз. Үшінші стойканың артына өткіздік. Так, енді келесі екінші трубочканы да өзінен кейінгі екі стойканы өткізіп барамыз да. Келесі стойкаларының астынан өткізіп, рабочий трубочкалардың астынан өткізіп барып, үшінші стойканың артынан өткіземіз. Так, көрініп тұр ғой, енді на трубочканы да солай өзінен кейінгі екі стойканы өткізіп барып, үшінші стойканың артынан өткіземіз. Екі трубочканың астынан шығарып барып, үшінші стойканың артына
өткіземіз. Солай ары қарай тоқып кете береміз. Енді келесі мынау бірінші стойкамыз, жаңа ең бірінші тоққан стойкамыз, қайтадан сол мына екі трубочкамыз, екі трубочканың астынан өткізіп барып, мына үшінші стойканың артына өткіземіз. Бұл тоқыманың түрі несі осылай. Енді кеші стойка дегеніміз мынау болады. Енді мынау келесі мына стойканың артына кіреді. Мына осылай ары қарай тоқи береміз. Енді мынаны так, екі трубочканың астынан кетіріп, үшінші стойканың артына шығарамыз. Мына осылай ары қарай осылай тоқып кете береміз. Қайтадан мына стойканы, трубочканы екі стойкадан өтіп, мына екі трубочканың астынан барып, үшінші стойканың артына өткіземіз. Енді мынаны да солай, бірінші, екінші стойка, мына үшінші стойканың каждый трубочка былай шығып тұр ғой, сол келесі стойка уже өтетін стойканың несі болады ғой. Так, мына ары қарай тағы да осылай астынан барып. Арада стойка қалып қалмау керек та, короче, трубочкалардың арасында стойка қалып қалмау керек. Соны бақылап отырыңыздар. Так, келесі былай қарай кетеді, қайтадан. Уже санамай-ақ стойкалар қалмайтындай қылып уже тоқи бересіздер. Көрініп тұр ма? Былай қарай. Қазір уже біздің стойкаларымыз уже, трубочкаларымыз бітейін деп тұр уже. Уже үшеуінде қазір біз өсіріп алуымыз керек. Так, мына стойканың артына өтсе, уже мына стойканың артына, так, қазір жететін шығар. Көрейік, жетпесе уже өсіріп алу керек бізге. Бұл жерде де білесіздер, стойканың арт жағынан өсіруіміз керек, чтобы сырты әдемі болып өсірген жер көрінбей қалатындай. Так, мына жерде уже өсетін жерлер келіп тұр уже. Мына стойканың артында мына жер келеді. Так, мына стойканың артына келеді. Мына стойканың артына келеді қазір. Мен майыстырған жерлеріне қазір трубочкаларымды өсіріп аламын. Трубочкамды өсіріп алдым, мына арай кеттік. Так, мына қайтадан сол бірінші трубочканы, екі трубочканың астынан үшінші стойканың артына өткіземіз. Так, үшінші стойканың артынан өткіземіз. Так, енді мына трубочканы келесі үшінші стойканың артына өткіземіз. Осылай біз басталған жаққа дейін қазір тоқимыз. Басталған жерімізге дейін тоқимыз да, уже кішкене тоқуымызды сәл өзгертеміз. Сол кезде бір басқаша әдемі узор болып шығады. Қазір келе жатырмыз. Жақындап қалдық қазір. Сол жерде кішкене принципті өзгертеміз қазір, сол кезде бір әдемі узор шығады қазір. Түсінген шығарсыздар, иә қыздар? Тағы да түсіндіріп өтейін, үш трубочкамыз бар рабочий. Соны каждый екі стойканы өзінен кейінгі екінші стойканы өткізіп барып, үшінші стойканың астына, мына екі рабочий трубочканың астынан барып өткіземіз ғой. Біз курсымызда өткенде үстінен өткізбедік қой, енді бұда астынан өткізіп жатырмыз. Сол кезде біздің жаңа өсірген нелеріміз, жерлеріміз көрінбей қалады. Қиылған жерлер бар ғой, солардың бәрі көрінбей қалады сол кезде. Тоқу деген бір өзі сондай бір рахат нәрсе, бір медитация сияқты, жан тыныштығын береді, ойыңды бөледі. Так, бір үйреніп алсаңыздар, өте тамаша болатын еді өздеріңізге де. Так, мына біз қазір мына жерден жақындап қалдық, қазір бастаған жерімізге келеміз қазір. Тағы да өсіру керек болады қазір. Негізі бірақ мына үш трубочка мен веревочка в три трубочканың бір кемшілігі жаңағы нені тез бітіп қалады да, қағаз шығыны кішкене ана басқаларға қарағанда көбірек болады. Так, мына бастаған жерімізге келдік. Так, мына жерде мен қазір уже мына жерден өсіріп алуым керек. Мына жерден өсіріп алуым керек. Қазір трубочкаларымды өсіріп алам. Сосын ары қарай қалай тоқитынымызды көрсетемін тағы. Мына қыздар, біз жаңа тоқуымызды бастаған жерге келдік. Мына жерден үш трубочкамызды жапсырып, былай тоққан болатынбыз. Міне тура сол жерге келіп тұрмыз. Енді ары қарай бұрынғы курста өткендегідей веревочка в три трубочкаді енді мына үстінен өткізіп барып тоқимыз. Жаңа алдындағына мына астынан өткізіп едік қой мына трубочкалардың. Енді бұны үстінен өткізіп барып, үшінші стойканың артына қоятын боламыз. Міне. Так, мысалы мына трубочка мына жерде тұр, міне бірінші, екінші стойка, мына стойканың артынан, мына үстінен, екі трубочканың үстінен аттап өткізетін боламыз. Міне, былай. Сол кезде ол бұрым сияқты мына әдемі узор болып шығатын. Келесінде тағы осылай үстіңгі жағынан өткіземіз. Так, мынаны да солай.
түсінген шығарсыздар қыздар, так, мына алдыңғы бірінші астыңғы жағында тоқыманы трубочкалардың астынан өткізген болсақ, енді үстінен өткізіп барып, үшінші стойканың артына өткізіп отырамыз. Үшінші стойканың артынан сол кезде мынандай әдемі узор болып шығады қазір. Осылай жаңағы жерге дейін тоқшамыз. Сосын ары қарай уже узорымызды уже өзгертетін боламыз. Так, мынаны мына жерден өсіреміз қазір. Мынаны мына жерден өсіреміз тростойканың артынан. И мынаны да қазір өсіре аламыз. Так. Мына осындай болып, мен қазір өсіріп, ары қарай осы қатарды жаңа бастаған жерімізге дейін тоқып шығатын боламын. Мына мен бастаған жерімізге дейін уже екінші қатарда мына тоқып шықтым. Қазір енді так, мына трубочкамыз, мына ең соңғы тоқыманы аяқтайды. Оны былай қиямыз да, мына жердегі бұрышқа кіргізіп жібереміз. Кіргізіп, немесе крейт етіп. Мына так, екі стойканы өтіп барып, мына жердегі стойкаға кіргізіп жібереміз. Так, үстінен. Так, осы жерге кіргізіп жібереміз. Сонымен бұл тоқымамызды, веревочка, 3 трубочкамызды аяқтадық. Енді біз уже ары қарай, мына көрдіңіздер ме, мынандай узор болып шықты. Мындай косичка сияқты узор болып шықты. Так, араларын жақындатып, жұмсақ кезде жөндеп, реттеп ала беруімізге болады. Көрдіңіздер ме, мына косичка сияқты болып шықты. Так, енді келесі жоғарғы, мына жер шығып кетіпті қазір. Мына, так, енді не істейміз ары қарай? Мына бір трубочкамызды жаңағы тоқыманы аяқтап, мына жерге кіргізіп жібердік, крейт етіп. Так, енді мына екі трубочка қалып тұр. Бұл трубочкаларды енді біз қазір екі трубочкадан ситец деген тоқыманың түрі бар еді. Курста айтқам қыздарға, сол ситецпен, бірақ екі трубочкадан тоқитын боламыз. Ол үшін мына супер клеймізді жағып аламыз да, мына екі трубочкалардың ыңғайлы жеріне кіргізіп жапсырамыз. Так, мына екі трубочкадан тоқимыз. Так, мынаны да бас жағын тегістеп, мына басын қырап жібереміз да, момент клеймізді жағып, енді екінші трубочканың тоже жапсыратып дейтін жеріне. Так, қазір астыңғы жағына. Мына өстіп, екі трубочкадан енді тоқимыз. Енді бұл тоқуды қалай тоқимыз? Мына. Так, алдыңғы немізді тоқымамызды екі стойканы өткізіп барып, үшінші стойканың артынан өткіздік қой. Енді бұл кәдімгі ситец, кәдімгі тоқымамыз сияқты. Мысалы, мына стойканың алдынан өтті ма, келесі стойканың артынан өтеді бұл. Екеуін қатар тоқимыз мына. Екі трубочкамен қатар тоқып отырамыз. Так, енді мына стойканың артынан өтті, мынаның алдынан өтеді. Енді келесінің артынан өтеді. Солай. Бұл уже оңай. Так, мына стойканың алдынан өтсе, мынаның артынан өтеді. Так, мынаның артынан өтсе, мынаның алдынан өтеді, келесінің артынан мына. Біреуінің алдынан, біреуінің артынан солай екеуін қатар тоқып барамыз. Ал мына екінші немізді, так, қазір екінші трубочкамызды осыларға қарама-қарсы бағытта тоқып отырмыз қазір. Мен бұларды қазір тұра тұрыңыздар. Енді тағы да екі стойкамыз бар, оны жақта. Жаңа көріп отқандарыңыздай екі трубочканы, рабочий трубочканы екіден шығарып алдық қой, мына екіншісіне жапсырдық, тоже біріншісіне де жапсырдық, екіншісіне жапсырдық. енді мына бұл жерде мына жақты сол жақтағы трубочкадан басталмайды, оң жақтағы трубочкадан бірінші жүріп сол екіден тоқып өтеді, алды арты. Енді одан кейінгі трубочка екінші соған параллельно өтеді. Мысалға алдыңғы бірінші кеткен трубочкалар мынаның алдынан өтіп тұрған болса, енді мына екінші трубочкалар бұлардың керісінше артынан өтіп отырады. То есть ана трубочкаға керісінше жүріп өтеді. Ол алдынан өткен болса, бұл артынан өтеді. Солай керісінше жүріп өтеді. Ананы бітіріп барып тоқсаңыздар да болады, немесе қатарына тоқып отырсаңыздар да болады. Так, мынау алдынан өтсе, мынау артынан өтеді. Осылай қарама-қарсы бұны тоқып отырамыз. Мына алдыңғысы, мына енді тағы алдынан, мынау артынан. Так, мынау оған керісінше, мынау алдыңғысы, мынау артынан. Мына өстіп бәрін тоқып отырамыз. Бітсе көбейтеміз, өсіреміз. Тоқыған кезде трубочкаларыңыз жұмсақ болған дұрыс, ал стойкаларға сәл қаттырақ болған дұрыс. Так, мына жерде мен қазір трубочкаларымды өсіріп аламын. Қазір мыналарда уже мына жерде өсіру керек болады. Бұларды да өсіріп, ары қарай тоқи беремін. Мына қыздар, мен өзіме керек көлемде тоқып алдым, уже маған жетеді осы көлем. Ары қарай, егер сіздерге ұзынырақ
казина керек болса ары қарай биігірек казина керек болса ары қарай тоқып өтсеңіз де болады. Менің мақсатым просто мына узордың осындай узормен тоқуға болатынын көрсету. Мына астыңғысын веревочка в 3 трубочкамен тоқып шықтық. Біріншісін астынан өткізіп, екіншісін үстіңгі жағынан өткізіп, мына осылай узор қылып тоқып алдық. Иә. Енді одан кейінгісін ситец деген тоқыманың түрімен, бірақ екі трубочкамен ситец қылып тоқып алдық. Міне. Енді қазір осы жұмсақ күйінде бұларды егер аралары не болса, алыстау болып кеткен болса, бір-біріне жақындатып, өстіп жөндеп алсаңыздар болады, жөндей берсеңіздер болады. Енді біз ары қарай не істейміз? Енді мына мынау осы жерге келіп аяқта не қылдық қой, уже барлық жері бірдей болды ғой. Міне енді осы 4 трубочканың біреуін қысқартып тастаймыз да. Так, біреуін қысқартып, біреуін емес, даже екеуін қысқартамыз. Екеуін қысқартып, қайтадан бір трубочканы қайтадан біз веревочка в 2 трубочки екі қатар, веревочка в 3 трубочкиді қайтадан біз екі қатар тоқышатын боламыз. Мына астыңғыны тоқыдық қой, міне сол сияқты қазір тағы да үстін солай тоқышамыз. Ол үшін бізге 3 трубочка керек қой. Мына екеуі екі стойканың артынан шығып тұр, иә. Так, мына веревочка в 3 трубочкаға 3 трубочка керек. Мына жерде бізде 4-те ғой, жаңа сетеціміз, иә. Мына бұның екеуі бізге жарайды. Мына екеуін қысқартып, қазір мына жерге кіргізіп тастаймыз. Сосын 3-ші трубочкамызды мына жерден кигізіп не қыламыз. Осы жерге жапсырып аламыз. Так. Мына бірнені аламыз. Басына не момент келе жағамыз да. Мына 3-ші стойканың артына жапсырамыз. Так, енді мына трубочкаларды қазір бір-бірден қысқартып, мына бір жерге кигіземіз. Так, былай шығарып тұрайық. Кигізсек те болады, немесе артына қарай момент клеймен клейтеп жіберсек те болады. Так. Мұны бөлшім артына шығарайық, қазір сосын. Мына екіншісі де солай, біріншісін былай қоя тұрайын. Екіншісін де солай қиып, мына жерден не клейт етеміз, не момент клеймен клейт етеміз, немесе ары қарай бір қуысқа кіргізіп жібереміз. Так, бұны да мен артқа қоя тұрайын. Енді міне, так, міне 3 трубочка болды қайтадан. Енді соны жаңағы бірінші тәртіппен қайтадан міне бірінші қатарымызды астынан өткізіп тоқып аламыз. Міне. Так, мына жерден шығып тұрса, бірінші, екінші стойка, мына 3-ші стойканың артынан өткізуіміз керек. Бірінші қатарды мына 2 трубочканың астынан өткізіп барып. Ой, мына жер қазір жабыспай тұр. Так, мына астынан 2 трубочканың астынан барып, 3-ші стойканың артына өткіземіз. Так, енді келесін тоже осы 2 трубочканың астынан барып, 3-ші стойканың артына өткіземіз. Уже бұл нені тоқыманы білетін шығарсыздар, уже мұны. Наны да солай, так, жабыспай тұр. Наны да солай, астынан өткізіп барып, 3-ші стойканың артынан өткіземіз. Солай ары қарай кете береміз. Наны міне тоже 3-ші стойканың артынан өткіземіз. Так. Солай мына барлық нені ары қарай тоқышамыз. Өсіретін жерінде өсіріп. Так. Одан кейінгі бір қатар осы тоқып болғаннан кейін, одан кейінгі қатарды уже үстінен тоқышамыз. Тура жаңа басында тоққан сияқты болып. Сол кезде әдемі узор шығады. Міне біз бір қатар жаңа веревочка в 3 трубочкамен астыңғы жағынан астынан өткізетіндей қылып тоқып шықтық. Енді мынау ең соңғы қатары мына жерден басталған болатын. Так, қазір мына жерде последнийін жасаймын да. Енді ары қарай уже жоқ, мына астынан кетеді, айтпақшы. Ары қарай уже үстінен тоқышамыз уже. Алдыңғыны астынан шығарған болса, енді келесіден үстінен шығарамыз уже. Міне былай қарай үстінен тоқышамыз. Осылай біз қайтадан осы жерге дейін бір қатар тоқышамыз. Так, мына жерден бітеді. Негізі мынау үстіңгі осы веревочка 2 трубочкамен тоқып жатырмын, сол жерін негізі басқаша түспен істеу керек еді, просто менің трубочкаларым дайын болмай қалды. Сондықтан мен бәрін сол бір түспен тоқып жатырмын қазір. А так, мысалға мына казина сияқты, мына казинаның мына жағы басқа түс, үсті басқа түс, осындай түспен тоқсаңыздар, узорларыңыз осындай әдемі шығады. Көрініп тұрады қай жерде қандай узор бар екен. А так, енді келесі видеоларда бұйырса солай жасайтын боламын. Қазірше сол бояп жатқан трубочкаларым боялып, кебу процесінде дайын болмай қалды. Сондықтан қолымдағы осы бар трубочкалармен сіздерге көрсетіп жатырмын. Алдағы видеоларда сондай тоқымалар түрінде жасайтын боламыз бұйырса. Так, мына. Уже түсінген шығарсыздар, иә, веревочка в 3 трубочканың екі түрлі түрімен жаңағыдай. Біреуін астынан өткізіп, екіншісін үстінен өткізіп, солай тоқып шықтық. Енді екінші қатарын үстінен өткізіп тоқып жатырмыз. Так, осыны енді соңына дейін сол бір бастаған жерімізге дейін тоқышамыз да. Сосын ары қарай не істеу керек екенін тағы көрсетемін. Негізі бұл тоқыма деген адамның фантазиясына қарай ары қарай неше түрлі қылып түрлендіре берсеңіздер болады. Өздеріңіз узор шығара берсеңіздер болады. Даже сол бір жаңағы бір түрлі тоқыманың өзін бірнеше екі түрлі қылып тоқып, соның өзінен әртүрлі узорлар шығады. Қазір мен мына жерден көбейтіп, соңына дейін тоқышамын, сосын тағы да кездесеміз. Қыздар, мен жаңағы немізді веревочка в 3 трубочканың үстінен өтетінін тағы да көрсетейін. Жаңа алдыңғы видеоларда жөнді көрінбей қалған сияқты. Так, жаңа алдыңғы бірінші қатарда мына астынан өткізіп барып
үшінші стойканың артынан шығардық қой. Енді мына үстінен не аламыз, мына трубочканың үстінен жүргіземіз. Так, мына мына трубочка мына стойканың артынан шығып тұр. Бірінші, екінші трубочканы аттаймыз да, бірінші, екінші стойканы аттаймыз да, үшінші стойканың артынан шығарамыз. Мына екі трубочканың үстінен шығарамыз бұл екінші қатарда. Алдыңғы қатарда мынандай былай астынан шығарған болатынбыз. Енді үстінен шығарып тоқышамыз. Сол кезде ана әдемі узор болып шығады. Так, осылай тоқи береміз. Негізі курсыма қатысып оқып алсаңыздар, өздеріңізге жақсы болады, түсініктірек болады. Ол жерде қағазды қалай таңдау керек, қағазды қалай қию керек, қағазында әртүрлі бар. Оны қалай бояу керек, қалай обработка жасау керек, соның бәрі түсіндіріледі. Сондықтан ол курсым тем более қымбат емес, небәрі 2-ақ мың теңге. Сол курсымды оқып алсаңыздар, уже өздеріңізге жеңіл болады. Мына жерде уже көсілу керек болады. Сондықтан видеоның астына WhatsApp-қа ссылка қойып кетем. Сол курсты оқыларыңыз келсе, ары қарай WhatsApp номерін қалдырып кетем. Курсты оқыларыңыз келсе, ары қарай маған хабарласып, курсымды оқып алсаңыз болады. Курс Instagram парақшасында жабық парақшада өтеді. Сол курсты бір өтіп алсаңыздар, ары қарай өздеріңізге жеңіл болады. Так, бұл тоқыманың бір жақсы жері, адамның бір сол неде курста негізі сол тоқымаға ең керек негізгі базовый курстың бәрі сол жерде айтылады. Домалақ табанды корзина, сопақ табанды корзина, төртбұрышты корзина, сол 3 түрлі корзина өтілген. Корзина туралы жерде не сабақ өтіледі. Соны бір үйреніп алсаңыздар, уже любой корзинаны тоқи бересіздер уже. Сосын ары қарай бір жақсы жері, бұл тоқымада бір қатып қалған заңдылық жоқ. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әртүрлі узорлар шығарып, эксперимент жасап, неше түрлі узорлар шығарып, әдемі корзиналар жасай беруге болады. Бұйырсақ, алдағы сабақтарда ручкасы бар корзиналарды да тоқитын боламыз. Сол үшін подписаться жасап, колокольчик басып, бізбен бірге болыңыздар. Мен эксперимент жасап, әртүрлі узорлардың түрін өстіп салып отыратын боламын. Бір пайдам тисе, адамдарға өте қуанышты болар едім. Мына осылай тоқи береміз. Әр сабақта, әр осы неде, видеомда әртүрлі корзиналар тоқып көрсететін болам. Сондықтан видеоларды жіберіп алмай, бақылап отырыңыздар. Соңына қарай жақындап қалдым. Так, мына жерде мына жақтан қияйын. Так, міне соңына шамал қалды. Ары қарай не істейміз, қазір көрсететін боламын. Так, мына екі жерден өсіріп алайық. Так, мына жерде уже мына жері бітеді. Қазір мына жерде мен өсірмей ақ қойсам да болады. Қазір мен мына жерді қиып, сол жердегі қосқа кіргізіп жіберсем де болады, немесе артына жабыстырып жіберсем де болады. Так, мына жер уже аяқталатын жер уже. Осының артына қазір кірсе, осы жерге кіргізіп жібереміз. Кірмей қиналып жатсаңыздар, ештеңе етпейді. Арт жағына момент клеймен клей жеткізсеңіздер де болады. Так. Енді мына, так, енді соңғысы мына жерге кіргізіп барып, осы жерден аяқтаймыз. Бұны да мына жерге кіргізіп жібереміз қазір. Сөйтіп, неміз бұл узорымыз сөйтіп аяқталады. Так, мына жерге кіргіземіз қазір. Кішкенеден кейін трубочкалар қатқасын. Тағы да кіргізіп жібереміз. Так, енді мынау соңғысын мына осы жерден аяқтаймыз. Бұны да осы жерден аяқтаймыз. Так, кішкене ұзындау болып кетті. Үш жағы кірсе болды негізі. Арт жағынан былай кіргізіп жібереміз. Так, трубочкалар жұмсақ кезде кішкене қиындау болады. Қазір кішкене қатқаннан кейін ары қарай кіргізіп жіберемін. Так, енді міне болдық. Мына барлық жер мына осындай не болып шықты. Мына узор осындай әдемі узор болып шықты. Так, мына астындағы узордай болып шықты. Так, енді не істейміз? Енді настойкалар уже бізде қатып қалды. Кеуіп қалды. Уже бұлар уже загибка жасауға келмейді. Сондықтан біз қазір бұл трубочкалардың бәрін қиып шығамыз. Так. Түгел бүйтіп соңы мына неге дейін шықпай тұратындай тура ненің түбінен қиюымыз керек. Осылай түгел қиып шығамыз. Бастапқы тоқып жүрген кездері өстіп қиған кезде жаман бір түрлі болады. Енді соншама еңбек бәрін қиып тастайсың деп. Кейін оказывается үйренеткенсің, енді любой нәрседе шығын болады ғой обязательно. Сондықтан уайымдамаңыздар. Әйтпесе не загибка дұрыстамайды. Мына қазір мен осылай қиып шығам бәрін. Сосын ары қарай көрсетемін тағы. Мына біз барлық стойкаларды қиып шықтық. Мына осылай қиып шықтық. Мына осындай болып шықты. Так, енді ары қарай не істейміз? Енді бізге жаңа стойка керек. Жаңадан свежий стойкалар керек. Ол үшін менің мынандай
қысқа қағаздардан жасап қойған осындай нелерім бар, трубочкаларым бар. Қазір осы трубочкаларды мен қазір өсіріп шығатын боламын. Так, оны қалай өсіреміз? Так, мына свежий стойкамыз мына. Енді осыны үш жағынан үшкір қылып қиып аламыз. Жұмсақ жерін желательно алып тастау керек, бұл жұмсақ жері не кіру қиын болады. Так, мына осылай үшкір қылып қиямыз да. Так, мына қиған екі стойка бар ғой, соның сол жағына қиын аламыз, саламыз. Клей каптеп жібергеніміз жақсы. Момент клей жағып жіберсек, момент клей жағып өстіп тақсақ, ана жерге жақсы тұратын болады. Так, мына осылай көрдіңіздер ма? Қиған стойкаларымыздың сол жағына. Так, келесі трубочка. Тоже жұмсақ жерін. Так, мына жұмсақ жерін қиып тастаймыз. Үшкірлеп. Үшкірлеп қиып тастаймыз. Келесі стойканың оң жағына кіргіземіз. Клей жағып жібереміз да, оң жағына кіргіземіз. Так, тағы да сөйтеміз. Момент клей жағып жібереміз ұшына. Так, мына да өстіп. Мына өстіп. Осы стойкалардың бәрінің сол жағына өстіп, мен стойкаларды қазір қойып шығамын. Мына біз свежий стойкаларды мына өсіріп шықтық. Жаңағы ескі стойкаларды мына қиып шықтық, двойной стойкаларды. Соның сол жағынан жаңа свежий стойка қойып шықтық барлық жерге. Енді біз ары қарай не істейміз? Кез келген бір стойканы аламыз. Оны келесі стойканың артынан шығарамыз. Одан кейін бұл келесі стойканың артынан шығарамыз. Мына өстіп стойкаларды бір шетінен өстіп шығарып аламыз. Так, енді не істейміз? Бір шетінен көрсетейік. Енді жаңа бірінші шығарған стойкамызды астына, енді келесі стойканың үстіне қарай шығарамыз. Былай үстіне қарай шығарып шығамыз енді керісінше. Астынан шығарған болсақ, енді үстіне мынаны былай кетеді. Так, ары қарай былай кетеді. Келесі стойкалар қайтадан келесі стойканың астынан өстіп шығады. Так, бір шетінен көрсетейін енді. Так, енді мына стойканы істейміз. Енді мына стойканы. Так, мына стойканы мына бір стойканың алдынан өтіп барып, келесі стойканың мына бұрышына не аламыз, кигіземіз. Майыстырамыз да, осы жерден қиып, сол жерге кіргізіп жібереміз. Так, негізі қазір мен мына жерде айтып ұмытып кетіппін, мына жерге орын қалдырып кетуіміз керек, онсыз да орын бар енді мына жерде. Так, мына соңғы стойка осы жерден кіретін болады. Так, мына осы жерден мына жерден әкелдік та. Қазір мына жерден бұрышқа кигізетін боламыз оны. Орын ашып аламыз. Орын ашып аламыз да, осы жерден кигіземіз. Так, енді так, қалай болып кетті өзі. Енді мына стойканы мына жоғарыдан астынан өткізген стойканы енді мына бір стойканы аттап, мына үстінен аттап, мына келесі стойканың бұрышына кигіземіз. Келесі стойканың мына бұрышына кигіземіз. Так, мынау да енді жаңа астынан шықты. Так, мына стойка да астынан шықты. Мына стойканы аттап барып, қазір былай қарай тағы жасап алайық. Так, мына стойканы былай кигіземіз. Енді мына стойканы мына стойканың алдынан өтіп барып, мына келесі стойканың мына бұрышына кигіземіз. Так, мына жерден майыстырып аламыз да. Түсінікті болып жатыр ма, қыздар? Қазір бірнеше рет істеген кезде уже түсінікті болып кетеді. Так, мына жерге кигіземіз. Так, енді мынау былай шықты. Мына стойка мына бір келесі стойканы аттап, одан кейінгі мына жерге мына бұрышқа кигіледі. Так, қазір тағы да жасап алайын қазір мына. Чтобы шатасып кетпей үшін. Так, мынаны былай шығарамыз, мынаны былай шығарамыз. Так, мыналар ары қарай кетеді. Так, мына енді мына стойканы мына келесі стойканы аттап, одан кейінгі стойканың бұрышына кигіземіз. Так, кішкене ұзындау болып кетті. Бір стойканы аттап, келесі стойканың бұрышына кигіземіз. Енді мына стойканы аттап, келесі стойканы аттап, одан кейінгі стойканың бұрышына кигіземіз. Так, енді мына стойканы тағы былай артынан шығарып алайық қазір. Мынау былай кетеді, былай өстіп кете береді. Келесі үстінен шыққандар астынан шығып алады. Мына уже принципті түсінген шығарсыздар, қыздар, иә? Бірінші арт жағынан шығарып аламыз, одан кейін астынан шығарып аламыз келесі стойкаларының. Одан кейінгі мына астынан шыққан стойка, бір стойканы аттап барып, келесі стойканың бұрышынан қиып жібереміз да. Сол бұрышқа кигіземіз. Так, қазір трубочкаларым жұмсақ, әдемі болып тұр. Кішкене кию қиындау болады бір кезде. Так, кигізіп, мына бұрышқа кигізіп жібереміз. Көрдіңіздер ма? Енді мына келесі стойканы аттап, мына стойканың бұрышына кигіземіз. Так, мына жерден қиып жібереміз қазір. Бір нәрсені қайталап видеоны түсіре берген негізі көп адамға ұнамайды. Мен өзіме де солай, бір нәрсені уже бір көріп алсам, ары қарай істей беруге болады. Сол үшін мына қазір мына осындай узор болып шығады, қазір мына осындай әдемі узор болып шығып жатыр. Қазір ары қарай осылай бәрі сол бір принцип қой мына. Так, қазір қалай болып кетті мына. Мынаны былай қарай осылардың бәрін былай қарай бір жасап аламыз. Артынан шығарып аламыз төменге қарай. Одан кейінгілерді астынан шығарып аламыз. Былай қарай. Астынан шығарып алғандарды уже қысқартып орнына кигіземіз. Мына бірінші шығарғанымыз болса, сол келесін аттап барып, мына екінші стойканың бұрышынан қиып
сол жерге кіргіземіз. Мен солай ары қарай соңына дейін істеп шығамын, жасап шығамын. Сіздер уже түсінген шығарсыздар, бір нәрсені қайталап түсіре бермей ақ қояйын. Міне қыздар, барлық немізді осындай узор болып шықты. Бұл каса деген узордың түрі. Бұрым, қазақша бұрым дейді. Так, осылай мына бұрым сияқты болып, осылай болып шығады. Әдемі болып, иә. Так, көрдіңіздер ме? Каса. Мына корзинамыз сонымен бітіп бітті. Бүгінгі немізде, видеомызда осындай ситецтің осындай екі трубочкамен тоқылатын түріне алдық. Енді мына жаңағы ішке кіргізген жерлеріміздің бәрін әдемілеп көрінбейтіндей қылып қиып шығамыз. Қорықпаңыздар, олар сетінеп жаңағыдай шығып кетпейді. Сосын осылардың бәрін әдемілеп қиып шыққаннан кейін, так, көрсетейін. Так, осылай әдемілеп қиып шығамыз. Так, қазір кішкене кегін қазір. Осылардың бәрін әдемілеп қиып шығамыз да, шағын бәрін. Сосын бұны формаға салып кебуін күтуіміз керек. Мына корзинаға салып қоямын. Әйтпесе бұл корзина кеткен кезде кішкене қисайып неғып қалуы мүмкін. Сол үшін міне осы корзинаны салып, осы ненің кебуін күтеміз. Содан кейін лаквада бірге бір не жасап, бірге бір лаквадаға құйып, ішін сыртын барлық жерін обработка жасап шыққаннан кейін корзинамыз тастай болып қатып қалады.